Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Видеоны көрмес бұрын лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен бананды торттың жасалу жолын көрсететін боламын. Бізге керекті заттар осылар. Бұның құрамын осы видеоның астына жазып кететін боламын. Біз ең алдымен жұмыртқамыздың ағы мен сарысын бөлек ыдысқа бөліп аламыз. Ағымызға шекердің жартысын осында, жартысын сарысына салатын боламыз. Кейін жақсылап миксерлейміз, көбік болғанша. Сарысын да жақсылап миксерлеп аламыз ағарғанша. Енді сұйық майымызды құямыз және сүтімізді құямыз. Бұлардың температурасы маңызды емес. Бананымызды шаншқының көмегімен езіп аламыз. Дайын болған бананымызды салып, бұны да жақсылап араластырып аламыз. Әдеттегідей қопсытқышпен ұнымызды бірге араластырып аламыз. Сосын ұнымызды електен өткізіп, бұны да жақсылап миксерлейтін боламыз. Ал енді қамырымыз дайын болғаннан кейін жаңағы жұмыртқамыздың ағын осыған салып, лопатан немесе қасықтың көмегімен осылай астынан үстіне қарай араластырамыз. Кейін араластырып болған соң екіге бөліп, қызып тұрған пеште 180 градуста мен 30-40 минутта пісіріп алдым. Осындай болып шықты. Корждарым өте жұмсақ. Өте әдемі шықты. Осы піскен екі коржымды суыған соң 4 бөлікке бөліп алдым. Кремімізді дайындап аламыз. Осылай шығу керек. Қою болып. Ал енді дайын болған кремдерімізді жағып шығамыз. Егер де бананды жақсы көретін болсаңыз, осының арасына да банан салып жіберсеңіз болады. Креммен бірге. Жұқа қылып турап, өте дәмді болады. Кремімізді жағып болған соң холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Ал холодильниктен алған соң бетін әдемілеп сәндейтін боламыз. Сәндеуін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Қалай жасасаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Ал тортымыз дайын. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Өте дәмді шығады, әрі қол жетімді заттармен жасалады. Бананды жақсы көретіндер үшін өте дәмді торт. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Әйгерім Болысбек.